блог түсіретін боламын. Бағана көргендеріңіздей бағана мен душқа түсіп алған болатынмын. И қазір бізде сабақ болып жатыр. Да, обедке лағман. Бәрі бізде осындай сабақтар болып жатыр. Бізде бірінші сабақ алгебра. Бүгін біз 36-ші форма. Осылай достар, мен бірінші алгебра сабағымды міне конспектлеп, қазір міне конспектлеп барлығын жазып біттім. Ал енді қазір есептер шығарамыз. Осыдағы А деңгейіндегі есептерді шығарып, абайда дұрыс па дұрыс емес соны біліп, сөйтетін боламыз. Бірінші сабақ бізде сағат негізі түрде қазақ тілі болатын, бірақ алгебра басталып кетті. Сабақ бітті. Сабақтар бітті, барлығы өте жақсы өтті. Бүгін 4-ші тоқсанның 2-ші сабағы өте жақсы өтті. Шыны керек, бұдан былай ютубқа көбінесе влог түсіруді шештім, себебі влог түсірмегелі өте көп болыпты және видеолар жиі шығып жатыр. Сабақ кезінде негізі түрде байқасаңыздар, менің видеоларым көп шығады, ал демалыс кезінде керісінше шықпайды. Бірақ жақында туған күніне берген сыйлықтар деген шығады, уже дайын болып қалды. Просто 1-2 сыйлықтар қалып, берілмеген сыйлықтарды алып, сосын барлығын бірге түсіретін боламын. И қазір сағат уже 9 болып қалды, 8:30 болып қалды примерно. И қазір жаттығу жасаймын или жаттығу жасамаймын, ну как көреміз. Наверное, жаттығу жасайын деп жатырмын. Кстати, ең күшті тренер, ол бізде күшті бір тренер тауып алдым. Ең қатты шаршататын сол тренер. И прям күшті. Бағана апайдың заданиясы болған, бауырсақ пісіріңдер деген Көркембек апайдікі болған. Сол заданияларды орындап, қазір бағана есептерді шығарып, апай барлығын дұрыс деді. Әрине де қуандым. Информатика апай сіздерде информатика бола ма? Бізде болады, кәдімгідей сабақ өтеді. Кейбіреулерінде болмайды ғой, мысалы түрде соларын айтып жатырмын. Сол жалпы айтқанда қазір жаттығу жасаймын, сіздерге түсіремін деген ойдамын. Жалпы айтқанда, және кстати, менің бетім өте қатты құрғақ, и мен бетіме не жағуым керекті. Күнделікті крем, маска жасап тұрмасам, мен бетім құрғақ, бірақ қазіргі таңда маска жасап жүрген жоқпын. Бүгін жұма, и маска жасап жүрген жоқпын. Шыны керек, бетім просто құрғақтығын кішкене. Біздің жақта аптека ашылған болатын. Сол жақта сол аптека ашылған, содан барып сұрадым, сол кісі дәрігер. Сол айтты, маған мына кремді жақсам, бетім расымен де көмектесіп жатыр, бетім тфай-тфай. Сол енді соны қолданып жүрмін. Қазір жаттығу жасаймыз, және су ішеміз, шашымды тараймын, бетімді тараймын, телефонды тұққа қоямын, сосын ұйқыға кетеміз, и влогты монтаждау керек. Сол сіздерге 1-2 жаттығуымды ғана түсіремін. Негізі түрде мен күніне 30 минуттық жаттығу жасаймын, бірақ оның өзінде қатты шаршаймын, себебі мен пресскеға жасаймын. Преске болғанда сондай жаттығулар ғана қиын, мен үшін қалғандарына секіру оңай. Сіздерге эффектін көрмей тұрған шығар, мен негізі жаттығуымды түсіремін деп ойлаған болатынмын, бірақ түсіре алмадым. Шыны керек, 50-40-45 минутта көп жасадым бұл жолы, бірақ та қатты шаршадым, бірақ та дым онша кішкене терлемедім. Бұрында кішкене қиындау болды, бір күн жасамаған болатынмын. И вот сол бүгін жұма болғандықтан, бүгін кеш жатамын, жұма күндері мен әрқашан. Вот сол үшін жаттығуымды жасадым. Қазір су ішеміз кішкене. Сөйтіп шашым тарап, нетім тарап. Қазір мен телефонды тоққа қоюым керек. Ертең күшті влог түсіретін шығармын деп ойлаймын, наверное, көреміз. Вот қатты шаршап отырмын. Өз басым көп жасадым, негізі тағы да жасайын деп ойлаған болатын, қызылмағандықтан, бірақ қатты шаршадым, аяқ қолым барлығы ауырып қалды. Бірақ та бәрібір сен 30 минуттан асып кетті ғой, вообще көп жасадың ғой, бұл жолға тоқтат, қызылмасаң да деп өзіме сөйтіп айтқандай болдым. Айттым, негізі басында жындадым, мен қызылмадым деп, енді тренировкадан шаршайды ғой, тренировкадан тер болып нетеді, менде ондай болған жоқ. Мен тек жаттығуды бір 40-45 минуттай жасадым. Шыны керек, бүгін өте көп жасадым, 50 минут десем де болады. Өте көп жасадым бұл жолы. Бірақ та
құр шаршадым және аяқ қолдарым кішкене ауырып былай тырысып кәдімгідей өзіме білінді шаршағаным, сосын тоқтаттым. Негізгі түрде ары қарай да жасай беруге болатын еді. Вот сол. Достар, және де мен сіздерге бірден айтайын ба, мен негізгі түрде жұма күндері өте кешірдім. Шыны керек, вообще 1-2-ге дейін жүретін әдеттерім бар. Және де қазір бізде тұмарым деген кино басталады. Мен ол былай көріп жүргенмін, бірақ қазір көрмейін деп тұрмын. Бүгінгі сериясын себебі мен постоянно таңертең көремін, әйтпесе оны көріп отырсам кеш болып кетеді, бет-қолым жуып, телефон тұтқа қойып қойған жоқ. В общем, сондай. Бүгінгі влогты мен осылай ұзақ түсіруге шештім. Бұл жолы енді кішкене 5 минут болсын, мен үшін ұзақ әрине де ол. Және де өте көп нетуге тырыстым, блогты көп сөйлеп, былай күшті қылып түсіруге тырыстым. Сіздерге ұнаса көріңіздер, ұнамаса көрмеңіздер. Вот сол. Және менің анама тіркеліп кетіңіздер. Мен барынша сіздерге тырысып, сәндеуге барлығына тырысып жатырмын. Мен оны сіздерге ұнамай ма, әрине де білмеймін, әркімнің көңілі басқа, кейбіреулерге ұнайды, кейбіреулерге ұнамайды. В общем, жалпы ғана сондай. Достар, түн, мен ұйықтаймын.